Сәлем қыздар, бүгін ашытылған қатпарлы қамырдан круассан дайындаймыз. Керек заттарды төменге жазып қоямын. Ең алдымен ыдысқа сүтті, ыстық суды құйып араластырамыз. Қолымызбен тексеріп көреміз. Жылы болуы қажет. Ыстық болса да, салқын болса да біздің ашытқымыз көтерілмейді. Ашытқымызды салып араластырамыз. Ашытқы қосқаннан кейін бетін жауып 15 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Енді құрғақ ингредиенттерді дайындап аламыз. Ұн, шымшым тұз, қантты қосып араластырамыз. Қасықпен араластырып, жаңағы ашытқымыз 15 минут тұрғаннан кейін осы құрғақ ингредиенттердің үстіне қосып ашытқымызды құямыз. Қолмен араластыра отырып, қамыр илейміз. Қолмен араластыра отырып, қамырды илейміз. Қамырды илеп болған соң 5-6 сағат холодильникте, яғни тоңазытқышта тұру керек. Мұздатқышқа салмаймыз. Немесе кешке илеп қойып, таңертең пайдалана беруге болады. Қамырымыз қолға жабыспайтын біркелкі болған соң 5-6 сағатқа бетін жауып тоңазытқышқа қойып қоямыз. Оған дейін біз мынаны жасап қоюымыз керек. Бөлме температурасында маргаринді ерітіп аламыз. Еріген жұмсарған маргаринді осындай бөліктерге бөліп, салафанға орналастырып, осыны салафанға біркелкі етіп жазып шығуымыз қажет. Ол үшін біз маргаринді салафанға салып, оқтаумен үстін баса отырып, осы салафанның ішінде маргаринді мынандай етіп, біркелкі етіп жайып шығамыз оқтаудың көмегімен. Осыны холодильникке салып қоямыз. Мұздатқышқа емес. Тоңазытқыштағы қамырды аламыз. 2 есе болып, осындай болып көтерілуі қажет. Және маргаринді аламыз. Енді видеоны мұқият қарап, қайталаймыз. Енді ашытылған қатпарлы қамырды жасауға кірісеміз. Ең алдымен қамырды алып жайып, осындай етіп, салафандағы маргаринді салафаннан ашып, ортасына орналастырып шығамыз. Екі жанындағы артық жағын біріктіреміз. Видеоны мұқият қарап отырыңыздар. Осылай екі жанын бір-біріне біріктіріп шығамыз. Негізі қамырмен жұмыс істеу өте оңай. Кішкене күтетін уақыттар бар әрине. Осылай оқтаумен басып шығамыз. Өйткені арасындағы ауаларды шығаруымыз қажет. Енді төбе жағы мен асты жағын бір-біріне біріктіріп шығамыз. Осылай бетін жауып холодильникке 1 сағатқа қойып қоямыз. 1 сағат өткен соң қамырды алып, ұнды себе отырып, тағы да жазып шығамыз. Видеодағыдай қайталаймыз. Маргарин еріп кетпеуі қажет, сондықтан тез-тез жұмыс істейміз. Егер сізде маргарин еріп бөлме ыстық болып жатса, арасында холодильникке қойып алуға болады. Міне бүктегеннен кейін видеодағыдай дәл осы тәртіппен қайталаймыз. Мына жағын жоғарыға қаратып, тағы да жазып шығамыз. Осылай 3-4 рет немесе 3 рет қайталауға болады. Арасына кішкене ұнды сеуіп тұруымыз қажет. Тағы да осылай біріктіреміз. Мына жағын тағы да жоғары жағына қаратып, үстіне кішкене ұн сеуе отырып, тағы да жайып шығамыз. Негізі қамырмен жұмыс істеген өте оңай. Жасалу жолы өте жеңіл.
тағы да бір рет жазып шығамыз. Енді осыны салафанға салып 1 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Тоңазытқышта 1 сағат тұрғаннан соң ұнды сеуіп, қамырымызды жайып, круассандарымызды жасауға кірісеміз. Бетіне ұнды кішкенеден себе отырып, круассанның қамырын жазып шығамыз. Өте жұқа болып кетпеу керек, өте қалың болмау керек. Орташа қалыңдықта жасаймыз. Қамырымызды біркелкі етіп жазып шығамыз. Біркелкі етіп жазып шыққаннан кейін осыны 3 бұрыш етіп бөліктерге бөлеміз. Осы қамырдан 10-12 дана круассан шығады. Міне біркелкі етіп жазып алдым. Енді осыны 3 бұрыш етіп бөліктерге бөліп шығамын. Осылай етіп жасап шығамыз. Арасына салмаға мен қайнатылған сгущенканы салдым. Арасына ешқандай салма салмаса да болады, немесе сыр өздеріңіздің қалауыңызша. Салма салмаса да өте дәмді болып шығады. Осылай бәріне жарты қасықтан салып шықтым. Осылай етіп орап шығамыз. Барлығын осылай орап аламыз. Енді противенге алтаудан орналастырып шығамыз. Өйткені круассандар піскенде 2 есе ұлғаяды. Алтаудан орналастырып болған соң бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Осылай көлемі ұлғаяды. Жұмыртқаның сарысына сүтті араластырып, бетіне жағып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 210 градуста 7 минут, 180 градуста 25-30 минут пісіріп шығамыз. Міне круассандарымыз дайын. Екіншісінде дәл осылай пісіріп аламыз. Өте үлкен, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын, жасап көрсеңіздер, пікірлеріңізді астына комментарийға жазып кетіңіздер.